Аны көрдім да, то что чемоданды теуіп, мен жаңа сука деп боқтап шығып кетіп қалған кезім. Мен чемоданды тептім біріншіден, оны емес, қателеспеңіздер. Мен қыз баласын ұрып, немесе теуіп, ондай жауыз емеспін. Жана маған журналистер де звондады, толық информацияның барлығын алды. Енді мен соғыс керек болса, мен одан өткен адамын білесіздер. Мен білмеймін енді қалай қарайсыздар. Ол любой еркек, ол қызға да болады момент рабочий. Боқтасады, ұрсады, анау болады, мынау болады. Но главный, мен оны ұрған жоқпын. Мен саусағымның ұшы тиген жоқ ол қызға. Не то что аяғым. Вот осы нәрсені кішкене комментарий жазбас бұрын, маған дайректіме жазбас бұрын, кішкене осы видеоны бір көріп алсаңыздар деген ниетпен түсіріп отырмын. Бәріңізге рахмет. Жүрдім барынша дұрыс сөйлеп, да? Но бүгін маған истинное лицосын көрсетті. То, что біз ұрысып қалдық онымен, бір-бірімізге өте қатты боқтадық, маған пошел на деді, сен еркек емессің, анау мынау. В общем, тағы да көңілге тиетін бір-екі нәрсе қатты сөздер айтып жіберді. Содан кейін мен оталып кеттім. Мен шықтым да, болды дедім, дальше өздерің жұмыс істей беріңдер, мен істемеймін деп кетіп қалдым. Барып аяқ киімді киіп жатқан кезде хозяйкасы келді студияның, помещение освободите. Мен айттым, вы извините нас, пожалуйста деп. Ол кісіге айтып жатсам, сен немне ақталып жатсың, немне кешірім сұрап жатсың дейді да, жаңа Айнұр. Вот видите, конкретно провоцировать етіп тұр мені. И сол моментте кірген кезде ол уже телефонмен, оказывается, түсіріп бастаған екен ғой. Мен ол нәрсені бағана көрдім да. Алматының пробкасымен да, это нормально. Сол сияқты басқа да адамдар бар, кешігіп келеді, мен аттарын айтпай қойын бұл жерде. Мен біреуді сыртынан мынандай нәрсені жасағанын ұнатпаймын. Мен осымен тұлғада жасап жүргеніме 1 жылдан асты уақыт. 3 рет мен съемкаға келген жоқпын. Үшеуінде де жағдайлармен. Да, ұйықтап қалған кез болды, ауырған кездер болды, өзімнің личный өмірімдегі бір жағдайлардың кезінде келе алмай қалғам. Бірақ 3 съемканың да мен ақшасын бәрін төлеп бердім. Студияның. Сразу айтам, студия қанша шықты? Міне, сразу мен лақтырып жіберіп отырдым. Менің арым таза. Мен біреудің ала жібін аттап, болмаса мен үшін бір минусқа кетіп жатқан ондай нәрсе жоқ. Міне, менің тұлғаның основателі, Құдай берген бауырым, ол мен жақын бауырым өзімнің, бірлесіп жұмыс істеп жатқан. Мен жаңағы директор қызды Айнұрды өте қатты сыйлағам негізі. 9:55-те студияға бардым. Әлі 5 минут уақытым бар, мен кешіккен жоқпын. Кірем, бетіне қарадым, амандасқанда жоқ мен. Хорошо дедім. Ердар деген жігіт отырған, оператор екеуміз амандастық, қалайсың. Сонымен столға отырдым да, мен әңгімені бастау керек болды бірдеңе. Айттым, Айнұр дедім, саған съемканы сағат 9-да деп айтты ма, или 10-да деп айтты ма? 10-да деп айтты дейді. Мен айтам, не үшін мен сағат 9-дан 10 кеткенде звондап, напрягать етесің дедім да олай. То, что бастайын деп жатырық деп. Конечно, үйтіп айтса мен асығам. Мен асып келетін машинамен соғысып қалу мүмкін да ондай моментте. Білмейсің. Не үшін үйтіп істейсің десем, сіз енді вечно ұйықтап қаласыз қой, келмейсіз қой съемкаға дейді да. В смысле дедім, мен не үшін келмеймін съемкаға? Да, мен кешігем дедім, но потолок 5 минут пен 15 минуттың арасы ғана ол. Сәлем, қалайсың? Мені сағат 8:30-да оятып жіберші. Болды. Потому что мен ұйықтап қалуым мүмкін. 10-дағы съемкаға мен 8:30-да тұру керекпін да. Сөйтіп маған звондаған сағат 8-ден 10 минут кеткенде бір рет. Одан кейін мен өзімнің будильнигіме ояндым. Сол кезде тағы да бір рет звондады. Мен алдым телефонды. Асқар, тұрдыңыз ба деді. Тұрдым, рахмет дедім. Сонымен душқа түсіп жатсам, Әсем деген қыз бар бізде, СММ. Сол екеуі екі жақтан кезек-кезек звондап жатыр. Сонымен мен бірдеңе боқ қалды ма дедім де. Телефонды алдым. Сөйтсем сағат 9-дан 10-15 кеткен уақыт Айнұр айтады, Асқар съемканы бастайын деп жатыр, келе жатсыз ба дейді. Мен айттым, Айнұр сағат 10 деп келістік қой біз. Дұрыс па? Иә деді, болды, сағат 10-да келем дедім. Сөйтіп телефон тастай салды.
Хорошо, сағат 9. Ассаламағалейкум бәріңізге, құрметті оқырмандар. Мына бүгінгі азанда болған жағдай туралы мен сіздерге айтып өтіп кетейін. Тұлға дүкенінің директоры Айнұр деген қызбен. Біріншіден, мен сразу айтып кетейін, ол қызды ұрған жоқпын. Жаңағы видеода көрініп тұр. То, что тепкенім. Ол қызды тепкен жоқ, мен жерде чемодан жатқан, сол чемоданды тептім. Енді мен сіздерге конфликт неден басталды, сол нәрсенің барлығын түсіндіріп айтып берейін. Біздің қазақтар әйтеуір біреуді даттаудан, біреуді жамандаудан бірінші орында ғой. Біреу осырсаң тышты деп айтып отырады да. Мен кеше сағат түнгі 4-те съемкадан шығам. 4:30-да үйге жетем. Қатты шаршадым, потому что с утра съемкада жүрдім, уже 4-ші күн қаланың сыртында. Айнұрға жаздым. Бәріңізге ассаламағалейкум, құрметті оқырмандар. Мінекей 10 күн өтті, уақыт Аллахқа шүкір шықтым. Қазір енді біріншіден тұлға дүкеніне, оның сотрудниктарына мен рахмет айтқым келіп отыр. То, что осындай 10 күндік алып берген путевкаларына бір жыл 3 ай бойы жұмыс істесіп келіп, маған осындай Мальдиваға 10 күнге путевка алып берді. Рахмет сендерге. Әрине, көңілге тет ол нәрсе, түймедей нәрседен түйедей нәрсе жасады. Мені бүкіл қазақ еліне қара бет қылып, хайуан қылып та, который қызды ұратын, тебетін адам қылып көрсетіп мені. Вот. Хорошо, сол аяқ болсын, сендердің ойларың сондай болып тұр ғой енді. Сендер үшін мен жауыз болдым. Халықтың көбісіне жауыз болып көріндік. Хорошо, сол аяқ болсын. Енді мен сіздерге айтайын, мен бұл видеода ақталу үшін емес, никак, мен тек қана Құдайдың алдында ғана ақталам, болды. Мен сіздерге просто бәрін по полочку дұрысынан түсіндіріп айтып берейін. По факту. Я очень справедливый человек. Мен өте честный адаммын біріншіден. Да, бар, мінезім бар, осылай жынды мінез бар менде. Оны өзім де білем, то, что менің минусым осы екен. Зато мен біреудің артынан сөйлеп, ондай нәрсе жоқ та менде. Біреуді жамандап, соның арқасында хайп етіп да. Ол қызға хайп қана керек болды біріншіден. Болды, хайп керек болды. Егер менің кешірімімді сұрағанымды күткісі келсе, ол адам үйтіп интернетке салып шулатпайды еш нәрсені. Конечно, өтірік информация таратқан біріншіден мені тепті деп, физически нападение болды деп, мен оны оятқаныма возмущаться етті деп. Жоқ, достар, мен айтайын, мені оятқанына мен оған рахмет айттым. То, что, да, рахмет, тұрдым, дептір. Потом, ұрыс неден басталды? Ұрысты содан басталды деп салып қойған. Вот. Сосын адамдар жазып жатыр екен. Өзі сұрайды, оят деп, үші оятса, осындай түрін көрсетеді деп. Көрдіңіздер ма? Бірінші өтірік нәрсе осып жүр деді. Екіншісі жаңағы ұрды, тепті дегені, физически нападение болды деп та. Таяқтың екі ұшы болады. Да, боқтадым, ұрыстым. Не үшін? Потому что сондай взаимность көрдім да мен ол адамнан. То, что мені боқтап, маған ұрысып жатқан. Естественно, любой еркек, любой ер адам ашуланады ол нәрсеге. Мен өзім жалпы ондай нәрсені көрмегем негізі. Маған қарап, қыз баласының бетіме қарап, бетпақтанып сөйлеп жатқанымда, менің анам никогда әкемнің бетіне қарап сөйлемеген. Мен сондай тәрбие көріп өскен адаммын. Мен айтпаймын то, что мен ойбай масқара тәрбиелімін деп. Біз адамбыз, менде де болады қателік, сіздерде де болады қателік. Көп нәрсе айтқым келіп отыр, оның барлығын алдағы видеода мен сіздерге барлығын айтып беретін боламын. Ал қазір мына жаңағы сотрудниктің атында айтқым келмейді, бар ғой уже. Жасаған іс-әрекеті өте дұрыс емес, өте төмен жағдай болды негізі. Өте төмен поступок. Мен түсінер едім, если да, актер Асқар Жұмабекпен біз ұрысып қалдық. Мен оны боқтадым.
ол да мені боқтады, өте дөрекі сөздер айтты десе, мен ондай ештеңе жасамас едім. Видео салып, анау мынау деп та. Мен ол күні звондадым да оған кешкісін. Алған жоқ телефонымды. Отклонить етіп жіберді. То, что айтқым келді да, кешір, осындай. Енді ол рабочий момент. Кім ұрыспай жатыр, айтыңыздар, қай жұмыс орында адамдар ұрыспай жатыр бір-бірімен. Бүкіл жерде бар ондай конфликт деген нәрсе, бүкіл жерде бар. Но сіздер көздеріңіз жетті, мен сразу айттым, то, что ұрған жоқпын, тепкен жоқпын деп та, оның арты ашылды соңында, то, что ана жерде тұрған чемодан теуіп, боқтап шығып кеткенім да. Просто мен ашуланатыным сразу халықтың ойына андай жаман ой салып, сразу ойбай мені тепті, ұрды, физически нападение болды деп. Бұның барлығы өтірік, бұның барлығы клевета біріншіден. А за клевету есть статья, білесіздер да оны. То, что перепискаларды көрсеткен екен, там оған да статья бар. Если на принцип кететін болсам, давайте мен де ол адамды жапқызайын, онда соның дәрежесіне түсейін мен де. Сол қазір сіздер айтасыздар, бля, сол қатын мен қатын болып не қыласың, қойшы там, анау мынау деп та. Дұрыс қой, ондай әңгіме болады. Потому что бәріне жағып болмайсың бұл өмірде. Менің өзімнің шындығым бар. Сіздердің өздеріңіздің шындықтарыңыз бар, оның өзінің шындығы бар бұл өмірде. Болды. Бірақ мен оның уровеніне түспеймін біріншіден. Екіншіден айтыпты өткенде, халықтың алдына шығып кешірім сұрасын депті. Мен не үшін халықтың алдына шығып кешірім сұрау керекпін? Халықтың алдына шығарып оны ұрдым ба, тептім ба, болмаса халықтың алдына шығарып унижать еттім ба? Халықтан ол кешірім сұрасын, то, что мен осылай өтірік информация тараттым, Асқар Жұмабек туралы негізінде осындай жағдай болып қалған, кешіріңіздер депті. Мен салмаймын ондай видео, не үшін салу керекпін? Или мен халыққа тіл тигіздім ба, халықтың бір ойын уладым ба, өтірік сөздер айтып? Жоқ, мен ондай нәрсе жасаған жоқпын. Менің қазіргі айтып отқан сөздерімде 1 грамм өтірік жоқ. Мен Аллахым клянусь сіздерге. Вот. Мен вообще өтірік сөйлегенді жек көретін адаммын. Жазып қойыпты, то, что постоянно мен съемканы срывать етеді деп. Не үшін онда менімен 1 жыл 3 ай бойы жұмыс жасап келді? Если мен сондай жаман адам болсам, хайуан адам болсам, постоянно кешігетін да, не үшін? Өтірік 3 рет болды ондай жағдай, 1 жыл 3 айда 3 рет болды, то, что мен съемкаға келмей қойғам вообще. Өзімнің жеке шаруаларым бойынша, жеке бір проблемаларым бойынша. Оны мен түсіндіріп айттым, ол үшін кешірімде сұрадым, және сол 3 съемканың ақшасын мен өз қалтамнан төлеп бергем. Фотографы бар, давай фотографтың каспиін айтып жіберем, жаңа студияның ақшасы бар, оны да төлеп берген болатынмын. Сонда кім жаман? Тағы да мен жаман. Түсіндіңіздер ғой. Бұл мен еш нәрсе біткен жоқ әлі. Келесі видеода мен әлі көп нәрсе айтатын болам сіздерге. Просто таяқтың 2 ұшы болады, білесіздер ғой. Бұл жерде кінәні бір жақтан ғана іздеп керек емес. Может сіздерде андай ой келетін шығар, енді сен еркексің ғой, не қыласың деп та. Дұрыс, ол да бар. Егер қыз баласы сол жерде еркекті сыйлап қоя салса, мен ақымақ емеспін. Мен де білем қызды қалай сыйлау керек екенін, қызға қандай құрмет көрсету керек екенін. Менің де сестрам бар, қарындастарым бар. Но мен оларға ондай дөрекілік көрсеткен емеспін. Адам өзі қандай, сондай отношенияны алады қарсы өзіне. Все, қалған нәрсені сіздерге алдағы уақытта видеоларға салып айтатын боламын. Бәріңізге рахмет.